Тәкәсүр сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Ата текпен, мал дүниенің көптігімен мақтан, әрі өзара жарыс, сендерді әбден алдар қатты, көңілдеріңді толығымен жалған дүниеге аударды. Тіпті қабірлерге дейін жеттіңдер. Енді қабірлерді де мақтан тұтып, бейіт тұрғызуда да өзара жарысатын болдыңдар. Жоқ, бұларың мүлдем дұрыс емес. Ажалдарың келгенде мұның не екенін әлі-ақ білесіңдер. Жоқ, мұнымен іс бітпейді. Өлгеннен соң қайта тіріліп, қабірлеріңнен шығарыласыңдар. Міне сонда бұл қылықтарыңның қандай жаман екенін білетін боласыңдар. Жоқ, егер мұны ілімге сүйенетін нақтылықпен білгендеріңде мұндай жат қылыққа бармас едіңдер. Алайда мұндай жат қылықтарыңды қоймасаңдар, шүбәсіз жалын атқан жаһаннамды көресіңдер. Ақырында оны өз көздеріңмен көресіңдер. Шүбәсіз сол күні өздеріңе берілген бар нығметтің есебін бересіңдер.